Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында столдың ажарын ашатын сырмен түрлі түсті өте дәмді шариктер жасаймыз. Ол үшін бізге алдымен 250 грамм қатты сыр қажет, твердый сыр. Оны үкіштен өткізіп аламыз. Майда үкіштен өткіземіз. Содан соң үстінен 5 піскен жұмыртқамызды сол майда үкіштен өткізіп аламыз. Содан соң 2-3 зубчик чеснокты сол сіз өткізген үкіштен, оны да майда үкіштен өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан соң біркелкі етіп араластырып, үстінен майонезімізді жұмсақ масса болғанша қосамыз. Шамамен 150 граммдай майонез қосамыз. Майонез осындай масса болу қажет, жұмсақ болып. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз және де қара бұрыш қоссаңыздар болады. Содан соң мен мына шарикке ортасына қара зәйтүн, дәнексіз зәйтүн қосып, шарик жасап, үстінен қызыл паприкаға аунатып алдым. Бұл біздің қызыл шаригіміз болады. Келесінде біз ортасына қызыл балығымызды қосып, шарикті орап, үстінен ұнтақталған укропымызға аунатып алдық. Бұл біздің жасыл шаригіміз. Келесінде ортасына мен селедка қостым. Селедканы қосып, шарик жасап, дөңгелекше етіп орап, оны мен кунжутқа аунатып алдым. Бұл бізде ақ шарик болып шықты. Барлығының массасы бір, тек қана ортасындағы начинкасы және де аунатылатын заттары басқаша болады. Енді біз крабовые палочкадан жасалынатын шарик жасаймыз. Ол үшін ұнтақталған крабовые палочканы массамызға қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Кішкене ғана майонез қосамыз, себебі құрғақ болып қалмау қажет. Бізде шариктер шықпай қалуы мүмкін. Крабовые палочкамызды шарик етіп орап, үстінен ұнтақталған крабовые палочкамызды аунатып аламыз. Бұл жерде өзі бізде бір пачкада крабовые палочка азғантай ғана болады, соны барлығын қолданамыз. Біздің шариктер дайын, баршаңызға ас болсын.